еді да. Сен ана жерде отырып мыңғырлама. Мен әлі сөйлеп болған жоқпын, сөзді маған берді. Мен саған жалпы айтып кетіп жатырмын. Мен сенің арақатынасыңа, басқа нәрсеңе араласып жатқан жоқпын. Бұл жерде ізбасар әрдайым солайынан көрсетеді. Сен ізбасарды басқаша танысаң, мен басқаша танимын. Тіпті сенің өзің ержігіт, сен олайынан өзің танығандай ізбасарды білмейсің. Сен мына жерде ізбасар бәрін алдай алатын шығарсың, бірақ мені алдай алмайсың. Мен білем сенің қандай екенін, бес саусағымдай. Мен әрдайым көтерем, қойшы, құрсыш, халық постоянно айтады, осы қыз жақсы көреді, осы қыз ұмыталмай жүр, осы қыз бірдеңе деген. Әрдайым үндемеймін, құрсын, еркек қой, жоғары жүре берсінші, мен жағаласпаймын, араласпаймын, доспыз дейміз, и так білесің, мен сені артық іздемеймін. Бұл бағдарламаға дейін де, қазір де ондай арамызда сыйластықтан артық еш нәрсе жоқ. Сен сыртта басқасың, осы жерге қалайынан келесің, сен мені осылайынан төмендетіп көрсетесің. Сенің сол әрекетің дұрыс па? Мен әрдайым үндемеймін. Енді қазір мынандай енді жылағаныңа береке берсің, сен енді қазір эмоциямен сондай нәрсе айтып отырсың, сен бір 200-ді, болмаса сенімен бір 200 өтірік емес. Менімен бір күніге бір араласып жүрген адам сияқты айтып отырсың ғой. Бұл жерде сенің қазір маған ренжіп қалған түрің, мен оны естіген де жоқпын. Былай тұрып мен қолымнан бүйтсе тастап қалған, ей қолын жіберді, ода тұрған не бар? Ол мен сені ладно бір шамға тиіп кеткен шығар, бірақ сен қазір бір аферист деген сөз не сөз қазір мысалға? Аферист. Мен саған осы кезге дейін лично әңгіме айтпағам. Мен ортаға шыққан сайын, болмаса мен жайлы бір тақырып болса сен шығасың ғой бірінші. Сен айтпайсың ба маған? Сен мысалы алдында Бексұлтанға қатысты қандай қылып айттың? Мен білем, сен Асхатқа келген кезінде де мені бірдеңе деп айттың, Бәкен келген кезінде де бірдеңе де айттың. Өткенде Бексұлтан, мен 100% сенімдімін. Мен білем, сен осы жерде мен үшін әрдайым жауап бересің. Нұрсұлу мынандай мәселе ғой, жаңа сөзде ізбасар айта салайыншы, ренішің орын шығар мүмкін, бірақ дым орынды жерін көріп тұрған жоқпын. Енді бүйтіп өзің көзің алып жас алып жылап отыр екенсің. Просто мынандай мәселеде сен эфирде именно ізбасардың темасына байланысты нәрселер болып қалған кезде өзің микрофонды алып атылып, андай бір негативпен сөйлеп, бір жек көрініш болмаса бір алмай қалған кегің сияқты болып сөйлейсің да. Ал енді жаңағыдай сен пікір білдіретін орның емес дейсің да, сезім бар, анау деген сезім бар ма, болмаса айтсайшы деген сияқты біздің тараптан болды, менің тарапынан. Просто егер сезімің жоқ болатын болса, нақты өзіңе берік болатын болсаң, ақыр жаңа 200 деп жатсың, лицемер деп жатсың, сондай адамның онда біз көршіміз ғой, ізбасар ештеңе демейді негізі. Мен байқаған нәрсемді ғана айтайын. Ізбасар тамағын жасап берейін ба, ізбасар бүйтіп берейін ба, сөйтіп берейін ба деген сияқты. Сен каждый раз 250 теңге стиркаге ақшаң болмай жүріп, маған кірім жуып бер деп мына жерде айтып жүріп, мен забота, Құдай сақтасын бұдай. Сенің 250 теңге ақшаң жоқ стиркаге, сен менен каждый раз келіп 2000 теңге сұрайсың. Сен өтірік мына жерде маска киме, сен каждый адамға должен. Просто киімін жуып берейін, тамағын істеп берейін деген әрекеттерді қой. Потому что сендер менен уже бір ай болды стиральный кәдімгі кір жуатын нәрсеге сендер менен порошок сұрап жүргендерің, кір жуыватсың ба, жуа салшы деп жүргендерің. Не дейсің маған? Мойындамайсың ба? Жоқ, Нона ханым, тоқтаңызшы, кішкене. Камераны мен ертең алып келемін. Нона ханым, сабыр. Сабырға шақырайық Нона ханымды. Мына жерде бір өте төмен, сондай бір ужасный әңгімелер айтылып жатыр. Нона ханым, сіздің жаңағы айтқан тоныңыздың өзі аферист деген, сіз біреуге жала жауып жатырсыз. Мына жерде сізге үміткер шақырып берген бар жазығы ма? Ладно, жарайды, осы ситуация бойынша сіз жылапсыз, мен сөйлеме деп айтпай қойыңыз, мен сөйлеймін. Және де сіз бір жол ғана жылап отырған жоқсыз ғой, қазір ғана. Алдында да жыладыңыз, алдында ізбасар кінәлі болды ма? Жоқ, алдындағы бөлек, сіз оның барлығын қазір ізбасарға жауып жатқан сияқтысыз. Аферист деп айтатын сізге кім ондай құқық берді? Біреуді аферист деп жала жабуға. Аузың бар екен деп ондай сөз айта берудің қажеті жоқ. Нона ханымды қолдап кеткім келіп тұр, себебі постоянно байқаймын ізбасардың тарапынан. Алдында Бекзат шыққан кезде де Бекзатқа былай жабылып, қатты сөйлеп жатыр да. И қыздардың тарапына тоже қатты сөйлеп, қыздардың жаны именно Нона ханым андай фонында өзін жаңағыдай биік қылып, жаңағыдай Нонаның маған сезімі бар, Нона менің артымнан жүгіріп жүр, жаңада қолынан ұстап атқанда да дос сияқты араластық дедің да мысалға. Или же отношение жоқ, бізде болған жоқ деп тағы бір кемсітесің, бір қолыңнан ұстап жатқан жағдайда да қолынан ұстасаң дымың да кетпейді негізі. Ал бұл жерде ержігіт пен ізбасар түсінбей отырғаным, Нона ханыммен көрші екенсіңдер, жаңағыдай ақшаларың жетпей жатса стиркаге ақша сұрайды екенсіңдер деген сияқты қолданып эфирден тыс мына жерге келіп Нонаны жер қылып жатсың, особенно сен ізбасар төмендетіп. Не әңгіме айтып кеттіңдер, не әңгіме мынау. Мынандай нәрседе бұның бәрі ашулықпен айтылып отқан шығар деп ойлаймын, бірақ енді мынандай нәрседе қалай айтсам болады, жаңа енді шын ниетпен мен бұл қызға енді не шақырып беріп отырмын ғой,
үміткер шақырып беріп отырмын. Не әңгімеңсің? Жоқ, Ізбасар, мен сені постоянно төмендетіп жүрген жоқпын. Мен сені дұрыс жеріңді дұрыс деп, мақтайтын жеріңді мақтап, көтермелейтін жеріңді Қой, көтермелеп. сен мені көтермелеп, Жоқ, Ізбасар, қазіргіні айтып отқан жоқпын. Жалпы айтып жатырмын. Мен бір тарапты ғана мына жерде ержігіт айтып Жоқ, жатыр әдемі ғой. шабуыл жасап жатсың, жаңағы, бірақ 250 теңге оның барлығы өтірік әңгіме. Өтірік емес, өтірік емес, өтірік Жалпы емес. сен де өтірік көп сөйлейтін болыпсың. Қыздарды соңғы кездерде түсініп жүрген жоқпын осы кейбір қыздар ше. Ержігіт қостан кейін Индира аға сені отыр. Жарайды, сабыр, рахмет. Өте бір ұсақ әңгіме болып кетті негізінде. Бағана мен Жаңағы мына жерде үміткер шақырған Ізбасар- видеоны өшіре салыңыздаршы. Ізбасар, ренжімесін, айта салайыншы. Негізі ол жаңағындай енді. Мынандай ситуацияда бір общагада тұрдық қой кезінде Диана ханым. Сол кезде бір қыздардан көмек сұрайсың, деп, сол боларса Нонаны жынданып отқаны, сендер мынандай эфирден тыс күшті сыйлайсыңдар да Нонаншы. Нона. Бексұлтанның маған ұнағаны, Бексұлтанда баламен сразу тіл табысып кетіп, ойнатып, сондай маған сол ұнады. Нона ханым, Ізбасар мырза. Сабыр. Дауыстарыңыз өйткені қатты шығып жатыр. Айтсаңыздар микрофонға айтыңыздар, айтпасаңыздар мүлдем айтпаңыздар. Ізбасар мырза, не болып қалды? Өйткені сіздің ашуыңызды жиі көре бермейміз. Ештеңе демей-ақ қойын, Диана ханым, бәрі жақсы. Енді бір қарғап отқан, не деп отқан адамға не деп айтасың? Қыз адаммен саласың келмейді, просто болды сол. Данияр? Бәрі жақсы болса, кішкене өзіңді ұстап отса жарай ма? Қыз ғой қанша деген ауыр сөздер айтып отсыңдар. Мен Бексұлтанға сұрақ қойып кетейінші. Мынау неге ашуланып жатыр емес, просто ананы айтып отсың, мынаны айтып отсың. Болды, қыз ғой. Бүгінгі бет боясың өзіңе жарасады бір табиғи сияқты. А ол кезде кішкене бір мысық келбей. Аяқ асты осындай үзіліске шығуға тура келді. Өйткені жігіттеріміз кішкене жұдырғалып бір-біріне жүгіріп кетті. Алайда еш нәрсе орын алмады. Дер кезінде біздің редакторлар, қатысушылар ортаға түсіп үлгерді. Ізбасар мырза, сіздің ашуыңызға тиген не нәрсе? Соншалықты өзіңізді ұстай алмай бірінші болып атылып жүгірдіңіз Даниярға қарай. Жаңағындай нәрсе ғой, кішкене. Данияр бар болғаны қызды, қандай қыз болмасын, ол орта жаста болсын, үлкен жаста болсын, қорғады. Жігіттер қыздың тарапына ауыр сөз айтпаңыздар. Мен бұндай ер азаматтарды қашанда құптаймын, дұрыс? Жоқ, бұл жерде ешқандай ауыр сөз айтқан жоқ. Мен бірақ алыстан байдалардың кепілген ілініп отырды маған. Бұл жерде енді микрофон ештеңе естілген жоқ қой Диана ханым. Ладно, қазір сыртқа шыққан сөйлесеміз. Әлде сіз, Данияр, микрофонсыз Ізбасардың тарапына бір балаға деп болмаса ауыр сөз айтып қойдыңыз ба? Сонша осы кісі ашуланып кететіндей тіпті. Диана ханым мынандай нәрсе ғой, бұл жерде бағана бері Нұрсұлу ханым сөйлеп отырды, микрофонсыз ше. Бірінші бастады ма? Иә, сөйтіп андай капать ете береді ғой. Сондай болып отты да просто. И сосын Ізбасар ашуланып отқан кезде енді сөйледі, Данияр сөйлеп қалғаннан кейін бір ана ыстық қолға түсіп қалды ғой. А так негізі былай Даниярға деген жеке бір ешқандай проблемасы жоқ деп ойлаймын мен өз басым. Просто Нұрсұлуға қатты ашуланып отты. Қысқасы Нұрсұлу ханымға көрсете алмаған дүниесін Даниярға қарай көрсетіп жіберді дейсіз ғой. Бірақ Нұрсұлу ханым, енді сіздің қалауыңыз не? Түпкі мақсатыңыз? Осылай мұрын астынан айта бересіз бе, тесе бересіз бе? Диана ханым, негізі Ізбасар, мен ержігітке сөйлеп отырғанмын. Сол ержігітке сөйлесіп отырғанымызға сен неге сөйлеп отырсың деп Ізбасар өзі ашуланып отырғанын көріп тұрмын. Мен алдында айттым ғой сіздерге, мен сөйлесем характерін ең басынан байқап жүрсіздер ғой, мен сөйлеген кезінде характер шығады. Негізінде қазіргі кезде мен ешқандай Ізбасарға сөйлеп отырған жоқпын, ержігітке сөйлеп отырғанмын ақырын. Бұл аузың жауып отыр еді, содан кейін Данияр Ізбасардың маған қатты сөйлеп отырғанын көріп, енді сен неге қызға қатты айқайлап отырсың деді. Бар айтқан сол, өйтіп даусыңды көтерме деді. Өйткені бұл даусы қатты көтерілді да. Оны микрофонсыз бізде естідік. Сол басқа еш нәрсе емес. Негізі Ізбасарға мен сөйлеп отырғаным жоқ, ержігітке сөйлеп отырғанмын. Содан басталды негізінде, бірақ енді Нұрсұлу саған тағы да қайталап айтамын, кішкене ескерт өзіңе. Андай сөйлегенде де мұрның астынан неше түрлі былапыт сөздерді айта бермей, и сол нәрсеге ашуланып кетті да, неменеге бұлданып отырсың, қайта болды сөйлеме деді Ізбасар. Жарайды, ортада отырған адамдардың берекесін қашырмай, кішкене бір-бірлеріңізге сыйластық танытсаңыздар, өз мәселелеріңізді студия сыртында, үйлеріңізде, сол көршісіздер ғой, үшеулеріңіз шешіп аласыздар. Тура Диана ханым дұрыс айтайын деп жатқам, осы сыртта болған нәрсе ғой, сіздердікі сыртта шешілетін нәрсе. Үшеуің де